Видеоны көрмес бұрын фук етіп каналға тіркел, фук етіп лайк бас, фук етіп комментарий жаз, және де фук етіп достарыңа видеоны тарат. 10 сынып физика 3-ші тоқсанға арналған БЖБ-1 бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан екі шардың бірдей теріс зарядтары бар және олар 0,23 миллиньютон күшпен әсерлеседі. Шарлардың зарядтарының шамасын анықтаңыз деген астында. Кеттік. Кулон күші бойынша F тең K Q квадрат бөлінген R квадрат болады. Осы жерден біз Q-ды табатын болсақ, ол түбір асты F R квадрат бөлінген K болады. Сонда біздегі F деп отқан күшіміз ол 0,23, оның минус 3 дәрежесі, оны көбейтемін. R-дің квадраты ол 0,100-ден 1, оны бөлемін. K бізде 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі болады. Енді осыны есептейтін болсақ, 0,016 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі кулон болады. Ал енді бысында Q тең N E болады. Біздегі N деп отқанымыз ол Q бөлінген E. Біздегі Q зарядымыз ол 0,016, оның минус 6 дәрежесі бөлінген 1,6, оның минус 19 дәрежесі болады. Енді есептейміз. 0,100-ден 1 көбейту 10-ның 13 дәрежесі болады екен зарядтардың саны. Кеттік келесі. Өлшемдері бірдей екі кішкене металл шардың зарядтары 4 микрокулон және минус 8 микрокулон. Оларды түйістіріп қайтадан ажыратқан. Зарядтардың қосынды мәнін анықтаңыз деген бізге. Ең бірінші біз зарядтардың қосынды мәнін анықтайық. Q тең, ол кезде Q1 қосылған Q2 болады. Қосынды мәні. Бұл деген сөз 4 көбейту 10-ның минус 6-ға қосамын, минус 8 көбейту 10-ның минус 6-на. Енді осыны есептейтін болсақ, ол бізде минус 4 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі кулон болады. Ал бізде түйістіріп қайтадан ажыратты деген жағдайда былай болады. Екеуінің қосамызда Q1 қосылған Q2, оны 2-ке бөлеміз. Бізде қосындысы минус 4 көбейту 10-ның минус 6 болды. Оны 2-ке бөлетін болсақ, ол бізде минус 2 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі кулон болады. Кеттік. Келесі бізде А нүктесіндегі электр өрісінің потенциалы 100 вольт, В нүктесіндегі потенциалы 200 вольт. Шамасы 5 микрокулон зарядты А нүктесінен В нүктесіне орын ауыстырды. Электр өрісі күшінің атқарған жұмысын анықтаңыз. Бізде электр өрісі күшінің жұмысы А тең Q көбейтілген U болады. Бұл жерде кернеу потенциалдар айырымына тең болады. Q тең болады, сонда фи В нүктесінен азайтамыз фи А нүктесіндегі потенциалды. Біздегі зарядымыз 5 көбейту 10-ның минус 3 болады. Фи В азайтылған фи А 200-ден 100 азайтатын болсақ 100 болады. Сонда 5-ті 100-ге көбейтсек 500 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Немесе біз бұны 0,5 джоуль деп жазуымызға болады. Кеттік. Бізде келесі С және Т нүктелерінің өріс кернеулігін салыстырыңыз деген. Бұл жерде бізде С нүктесіндегі өріс кернеулігі Д нүктесіндегі өріс кернеулігінен жоғары болады. Кеттік келесі. Бізде ауада жібек жіпке ілінген заряды 3 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі кулон, массасы 2 грамм. Шарик тыныштықта тұр. Шариктің астына 10 см қашықта бір текті зарядты 2,4, 10-ның минус 7 дәрежесі кулон шарик орналастырылған. Жіптің керілу күшін анықтаңыз дейді. Яғни мынау керілу күші міне бізде осы болады. Бұл кезде қандай формула қолданамыз? Ең бірінші соны айтайық. Міне, зарядқа mg күш әсер етеді, және де мына екеуінің арасында, екі зарядтың арасында бізде F кулон күші бар. Сонда мына екі күш төмен қарай, ал жіптің келу күші жоғары қарай бағытталған. Бізде Y өсі всегда жоғары қарап тұрады. Сонда Y өсімен бағыттас күш ол бізде FE, яғни керілу күші. Ал Y өсіне қарама қарсы күш болса, онда ол минус болады. mg азайтылған F кулон күші тең болады 0-ге. Ньютонның бірінші заңы бойынша. F сонда жіптің керілу күші, бұл жерде F кулон күші қосылған mg болады. Енді есептей берсек болады.
Біздегі кулон күші К Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R-дің квадраты, оған қосамын мен mg-ді. Енді есептейміз. К деп отқанымыз бізде тұрақты шама 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Ал Q1 деп отқанымыз ол 3 көбейту 10-ның минус 8. Оны көбейтемін. Q2 2-де 4 10-ның минус 7-ге. Бөлемін R-дің квадраты 0-де 1-дің квадраты 0,1 болады. Оған қосамын mg. Біздегі масса 2 көбейту 10-ның минус 3. Оған 10-ды көбейтетін болсам 20 көбейту 10-ның минус 3 болады. Енді осын есептеп шығару қажет. Ол бізде 27-де 29 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі ньютон болады екен. Кеттік келесі. Электр сыйымдылығы ұғымына анықтама беріңіз. Конденсатордың электр сыйымдылығы деп конденсатор зарядының конденсатор пластиналар арасындағы потенциалдар айырымына қатынасымен өлшенетін физикалық шама. Бұл деген сөз S тең болады Q бөлінген U. Сыйымдылықтары 1 микрофарад және 2 микрофарад және 3 микрофарад болатын 3 конденсатор бар. Оларды қандай ең аз электр сыйымдылығы мәнін алуға болады анықтаңыз. Ең аз электр сыйымдылығы мәнін анықтау үшін оларды бір-біріне тізбектей жалғау керек. Тізбектей жалғаған кезде 1 бөлінген S тең болады. 1 бөлінген S1 қосу, 1 бөлінген S2 қосылған 1 бөлінген S3. Енді есептейік. 1 бөлінген 1 көбейту 10-ның минус 6, оған қосамын 1 бөлінген 2 көбейту 10-ның минус 6 қосылған 1 бөлінген 3 көбейту 10-ның минус 6 тең болады. Бізде 6 көбейту 10-ның минус 6, 6 көбейтілген 10-ның минус 6-ны 1 көбейту 10-ның минус 6-ға бөлсек, мына жерде 6 болады, мына жерде 3 болады, мына жерде 2 болады. Сонда 6-ға 3 қоссақ 9, 9-ға 2-ні қосатын болсақ 11 болады. Сондағы S ең аз сыйымдылығы бізде 6 көбейту 10-ның минус 6-ны бөлеміз 11-ге. Енді осын есептейміз. Ол менде 0,54 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі фарад болады екен. Кеттік келесі. Бізде өріс кенеулігі 10 вольт бөлінген метрге жеткенде конденсатордың кесілуі байқалатын болса, оған 3-те 1 микрокулон заряд беріледі. Сол кездегі жазық конденсатор ауданын анықтаңыз деген. Бізде жалпы E ол F бөлінген Q формуласы бойынша анықталады. Немесе мынандай формуласы бар. E тең U бөлінген D деген. Сонда бұл жерден біз түсінетін нәрсеміз, егер U-ды қорытатын болсақ, ол E көбейтілген D болады. Міне, қазіргі керек бір формула осы. Ал енді жаңа айттық, бізде S тең Q бөлінген U дедік. Біздің формуламыз, сыйымдылықтың формуласы. Мына сыйымдылық жазық ауа конденсатор болғаннан кейін мен S-тің орнына эпсилон нолевой S бөлінген D деймін. Тең болады, ол сонда Q бөлінген U-дің орнына E көбейтілген D формуласын қоямын. Енді осы жерден бізге S аудан керек. Ауданды қорытатын болсақ, ол Q көбейтілген D бөлінген эпсилон нолевой E көбейтілген D болады. Сонда бұл жерде D мен D кетеді. Сонда бізде қалатын нәрсе Q бөлінген эпсилон нолевой E болады. Енді осыны есептейміз ауданын. Біздегі зарядымыз 3-те 1 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі, ал эпсилон 1-ге тең болады. Ал эпсилон нолевой 8-де 85 10-ның минус 12 болады. Ал енді осы жерден ені қоятын болсақ, ол 10 болады. Енді осыны есептейміз. 0-де 35 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі метр квадрат болады. Так, кеттік келесі есеп бізде. Ауданы 200 см квадрат, арақашықтығы 1 см жазық конденсаторының өріс кенеулігі 500 кВт бөлінген метр болғандағы өрістің энергиясын анықтаңыз деген. Бізде
энергия жалпы SU квадрат бөлінген 2 формуласы бойынша анықталады. Жаңа біз U-ды қорытқанда E көбейтілген D формуласы бойынша қорыттық. Ал жазғы ауа конденсаторының сыйымдылығы эпсилон нолевой S бөлінген D еді біздегі формуласы. Енді осыны орнына қояйық. S-тің орнына мен қоямын эпсилон нолевой S бөлінген D-ны, оған көбейтем U квадрат. E көбейтілген D-ның уже мына жерде квадрат, мынаған квадратты қоямын. Бөлемін 12-ке. Мына жерде D мен мынау D-ның квадраты келеді. Сонда бізде қалатын нәрсе эпсилон нолевой S көбейтілген E квадрат D-ның квадраты бөлінген 2 болады. Енді есептейміз. Біздегі эпсилон деп отқанымыз 1-ге тең, ал эпсилон нолевой 8-85 10-ның минус 12-ге тең болады. Оны көбейтемін. S ауданымыз 200 көбейту 10-ның минус 4 болады. Ал E-нің квадраты деп отқанымыз ол 500 көбейту 10-ның 3-дің квадраты. 500 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінің квадраты болады. Оны D квадрат деп отқанымыз ол 1 көбейту 10-ның минус 2. 1 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесінің квадраты бөлінген 2 болады. Мына жерде 10-ның минус 3 емес, оның өзі 3 дәрежесі болады. Енді осыны есептейміз. 221-де 25 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі қалады. Осымен ПЖВ талдау аяқталды. Егер ПЖВ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жасын басып қой, видео сабақ достарыңа тарат.